Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін қамыры 10 минутта ғана дайын болатын, үлпілдек жұмсақ ауызда еритін самса жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Алдын ала еленген ұнымызға бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды және ерітілген сары майымызды салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Бұл самсаның дәмді болып шығуы осы қамырында. Қамырын жақсылап елеңіздер, өте қатты емес, орташа жұмсақтықта елеңіздер. Қолымызбен жақсылап тұрып, қамырымызды елеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды салфанымызға салып, 5 минут қана демалдырамыз. 5 минут демалған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Менде дәл қазір осы зуаладан 16 дана самса шықты. Барлығын бір өлшемде бөліп аласыздар. Дайын болған қамырларымызды кішкентай зуалаларға осылай жасап аласыздар. Өте кішкентай да емес, үлкен де емес, орташа көлемде жасап алыңыздар. Міне біздің қамырларымыз дайын болды. Енді салмасын дайындап аламыз. Туралған асқабақ, құйрық май және пиязымызды салып, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де құйрық май болмаса, еттің жанындағы майларды алып қоссаңыздар болады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде май қосуды ұмытпаңыздар. 5 минут демалған қамырларымызды барлығын бір көлемде жайып аламыз. Өте жақсы жайылады, тез жайылады. Жұмсақ қамыр. Мен барлығын бірден жайып аламын. Ешқандай ұнсыз. Өзін ғана жайып аласыздар, жабыспайды ешқандай. Жұмсақ қамыр. Барлығын жақсылап жайып аламыз. Өте жұқадағы жүрмеңіздер, орташа қалыңдықта жайып алыңыздар. Өте жылдам дайындалады. Артық шығынсыз үйдегі барлық заттардан дайындай бересіздер. Енді дайын болған қамырларымызға бір қасықтан толтырып асқабақтарымызды салып аламыз. Барлық асқабақтарымызды жақсылап толтырып саламыз. Асқабақты білесіздер, дәрумендердің қайнар көзі болып табылады. Сондықтан да күн салқындағанда әсіресе біз тұмау ауратамыз. Осы тұмауларды жеңу үшін, иммунитетіміз мықты болу үшін асқабақты жиі қолданыңыздар. Дайын болған қамырларымызды екі жағын бірдей етіп жабыстырып аламыз. Дәл осы самсаның бүгілуін сіздерге асықпай көрсетемін. Қараңыздар, видеода асықпай сіздерге көрсетіп тұрмын. Бір шетін жақсылап қатты басып, келесі бетін қайтарып, дәл осылай жасай бересіздер. Өте оп-оңай, басында кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ бір-екі қолдарыңызды үйретіп алсаңыздар, тез бүгетін боласыздар. Жақсылап жабыстырып аласыздар. Және осы шетін, бірінші шетін жақсылап басасыздар. Ішке қарап қайтарып, жалғастыра бересіздер. Өте әдемі болып шығады. Дастархандарыңызға әдемі көріп береді. Менің каналымда бұдан да басқа тамақтардың рецептері бар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, менің видеоларымды қарауларыңызды сұраймын. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Достарыңызбен бөлісіп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Міне біздің самсаларымыз дайын. Өте әдемі бүгіледі. Сіздерге асықпай көрсеттім. Қазір тағы біреуін жақсылап көрсетемін сіздерге, мұқият қарап алыңыздар. Қамырларымыз сондай жұмсақ үлпілдек болады.
ауызда еритін самсалардың бірі. Кез келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Асығыс кезде бірден қамырын илейсіздер және қамыр самсаларыңыз тезде дайын болады. Міне біздің самсаларымыз дайын. Енді қызып тұрған пешімізде 200 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Самсамыздың бетіне ешқандай жұмыртқа жағаудың қажеті жоқ. Жай ғана мұздай суды осылай жағамын мен. Енді оның үстіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Біз ақ күнжітті өте жақсы көреміз, сондықтан бетіне сеуіп шықтым. Өте дәмді болып шығады. Енді 30 минут пісіріп аламыз 200 градуста. Міне қараңыздар, біздің самсаларымыз дайын болды. Өте әдемі жұмсақ болды. Дәл осылай безеп алсаңыздар болады. Дәл осындай етіп жасап алып қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Аскөктермен өте әдемі көрінеді. Өте дәмді болып шықты. Қараңыздар, қамырының өзі қандай жұмсақ, үлпілдек, ауызда еритін қамыр болды. Ішінде асқабағымен және құйрық майымен өте дәмді әрі пайдалы самсалардың бірі. Кез келген қонақтарыңызға және отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Бар болғаны қамырын 10 минут қана демалдырасыздар және осындай дәмді самсалар дайындайтын боласыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауды ұмытпаңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын барлықтарыңызға.